Алея якта эст. Осы сөзді бір адам ғана айтады. Әрине мен Гай Юлий Цезарь айтып отырмын. Өткен эпизодта біз Цезарьдің азаматтық соғыс бастаған деген жеріне келдік. Бүгін қалай бастағанын және қалай диктатурасына дейін айтамыз. Цезарь алея якта эст дегенді айтқан себебі және неге айтты, мағынасы және қайда айтқанын қазір түсіндіремін. Айтқан себебі менің таңдауым, жай қысқашасы азаматтық соғыс бастауға өзі таңдадым. Мағынасы менің таңдауым айтқанымдағыдай. Ал үшіншісі қайда айтқаны Рубикон өзен өтіп жатқанды. Рубиконды өткенінде ол азаматтық соғыс бастады айтқанымдай. Соны сенат естігенінде Помпей осы уақытта консул болды, басшы. Түгел сенатты, түгел әскерін Испания айдады. Испаниядан ол Грекияға көшті. Грекияда ол Дирахи деген жерде әскери лагерь құрып қойды. Сода дайындалды соғысқа. Помпейде бәрі болды. Әскер саны, жер, халықтың жақтауы және ең маңыздысы қару-жарақ және қашу жолы. Цезарь жеңілу керек болды, бірақ Цезарь. Дирахи шайқасында быт-шыттан шығарды Помпейдің. Помпей осыдан Египетқа қашты, қазіргі Мысыр. Мысырда Птоломей 13-ші Помпейді кел, мен сені Цезарьын құтқарамын деп шақырып алды. Сода Помпей бір-екі ай тұрып жатқанында Цезарь Мысырға келді. Мысырға келе салысымен Птоломей және Помпейдің достары, жақын достары айта кетейін, Помпейге жабылып басын кесіп тастады. Цезарь Помпейдің басын көргенде жылады, айқайлады және ашуланды. Жылаған себебі ол Помпейді кешіргісі келген. Помпейді ол дос ретінде қайттан көргісі келді. Помпеймен кәдімгідей бірінші жылдар бойы жолдасы болды, өлтіргісі келмеді оны. Және айта кетуім керекпін, Цезарь барлық Помпейді жақтаған адамдарды және өзінің саяси жауларын бәрін кешірді және жаңа өмір бастауына рұқсат берді. Бірақ айтуым керекпін, Цезарь Птоломейді және оның жолдастарын өлтіріп тастады. Птоломейдің әйелі және қарындасы Клеопатраны таққа қойды. Клеопатрамен олар жақын болды, өте жақын. Содан Цезарион деген бала пайда болды. Әкесі кім екен? Цезарион. Жарайды ал, аттай өтейік. Қысқашасы, Цезарь Римге келді, деп тойлады. Бірақ сіз ойлан септерге емес, ол азаматтық соғыс үшін емес, Галлиядағы, батыс Еуропадағы жеңістер үшін. Ол сол жерде қазақ үшін 400 арыстан өлтірді, гладиаторлық шайқастар және Марстың алаңы деген жерді суға толтырып, соғыс кемелерімен соғысты. Қызық үшін, той, ойлаңыздаршы. Ол қазір Болат Назарбаевтың затына ұқсайды. Жарайды, ал жасыра берейін. Осы уақытта тойлап жатқанында атақты генерал Марк Антоний, Цезарьдің оң қолы, оған алтын тәж береді. Мәңіз, сізді біз патша қыламыз, сіз император бола аласыз. Цезарь сода, керек емес, ала бер, маған керек емес деді. Сода халық оны одан да жақсы көрді Цезарьді. Оған үйлер берді, жер берді. Цезарь мынанша жер болса да оған көбірек берді. Цезарь байыды және одан арман атақтырақ болды. Айта кетуім керек Марк Антонийді айтқаным үшін. Ол Марк Антоний және Брут деген адамдарды қолында өстірді. Ал Гай Юлий Цезарь Октавиус соны баласы ретінде асырады. Ол өзінің жиені болса да қолында өсірді, баласы ретінде көрді. Осы үші өте атақты және маңызды. Марк Антоний атақты генерал, Брут Цезарьдің баласы болуы мүмкін, бірақ келесі видеода айтам сіздерге не үшін ол атақты және мықты. Және Октавиан, ол ең маңыздысы, Цезарьдан да маңызды дей алам. Айтқанымдай, Цезарь өзін диктатор қылады деген едім сіздерге. Уәдемде тұруым керекпін еді. Цезарь өзін диктатор қылды, жай тықыланы бір түрлі болды.
сенатқа кірдім. Содан өңшең оны жақсы көретін, өңшең Цезарь жақсы көретін сенаторлар қойып қойған анда. Мені диктатор қылыңдар. Осы уақытта диктатор қазіргідей Ким Чен Ын, Сталин, Тито деген Гитлер сияқты емес. Ол бұрын басқа мағына болатын диктатор. Соғыс уақытында халықты басқаратын адам. Халықты және елді, түгел елді басқаратын қолбасшы. Цезарь сода өзін диктатор қылды. Басшы, консул сияқты, бірақ өмір бақи 10 жыл. Содан Цезарь халыққа бірнеше заттар жасады. Көбісі маңызды, бірақ мен сіздерге ең маңыздыларын айтайын. Цезарь бірінші жер реформаларын өткізді. Екінші, Римнен тыс жерде тұратын адамдарға, мысалы, Грекияда тұратындар, Түркияда, Испания, Галлияда тұратын адамдарға Римнің азаматтық құқығын берді. Жақсаша солар азамат қылды Римнің. Және үшіншісі, ол ветерандарға арналған. Қысқаша сол ветерандарға көбірек жер берді, олар зейнетке шыққаннан кейін, және көбірек ақша берді. Олар сонда халықты көбірек әскерге қосылсын дегені де. Осы уақытта Цезарь бірінші жаулары бола бастады, өйткені ол өзін енді шынымен император қылып тастады. Диктатор басқа, император басқа. Содан өзін диктатор қылып, император қылады деп ойлағанда көбісі оны өлтірмекші болды. Оны келесі видеода айтамын. Ол өте қызық және өте өкінішті, бірақ қызық. Сол себептен қош, сау болыңыздар, келесі видеоны көріңіздер.